Мен Николай Островский атындағы нөмір 4 Күршім орта мектебінің 10-шы Б сынып оқушысы Сарқытов Санжар. Мен өз жобамда пенопласттан осындай ұшақ жасап шығардым. Оның алдыңғы қанаттары артқы қанаттарына қарағанда 7 градус биігірек орналасқан. Оның ішіндегі радио модуль, аккумулятор, осы қозғалтқыштарын барлығын дүкеннен сатып алғанбыз. Артқы жағындағы кильдары самолетті артқа қарай тартпас үшін алдына 7 граммдық жүк орнатқанбыз. Ол бұрылған кезде бір жақ қозғалтқышының күші азаяды, ал екіншісіне көбірек күш түседі. Соның арқасында ол оңға немесе солға бұрылады. Ол пультпен басқарылады. Жету радиусы 100 метрге дейін жетеді. Сонымен қатар осы ұшақ тиімді және де жеңіл болу үшін біз нығыз пенопластты қолдандық. Және де ол ауадан ұшып жүрген кезде инерциясын алу үшін басын сүйір қылып, астыңғы қанаттарын кішкене көтердік. Сонымен қатар біз жыл көлемінде осындай ұшақтарын 4-5 ұшақ жасадық. Әрбіреуінде бір жеткіліксіздік болды. Әрбір жаңа ұшақ сайын оны жөндеп отырғаннан жаңадан тағы да жеткіліксіздер шыға берді. Сол себепті мынау ең соңғы және ең төзімді ұшақ болып шықты. Назарларыңызға рахмет. Енді осыны ұшырып көреміз. Посадим,